Ерлан 9 жасында әкесінен айырылды. Ол кезде оның жасы небәрі 9 еді. Анасы күйеуінің мезгілсіз қазасын өте ауыр қабылдады. Ерлан мен әпкесі қолдан келгенше анасын қолдады, бірақ өздеріне де оңай болған жоқ. Кейін түсініксіз жағдайлар орын ала бастады. Анасы түсінде әкесінің келіп, онымен сөйлесетінін айтатын. Ерлан анасының жай күйіне алаңдамаса да, оның басқа әлемде жүргендей көрінетін. Жылдар өте берді. Ерлан мектеп пен институтты бітіріп, жақсы жұмысқа орналасты. Ал анасы әлі де әкесімен сөйлесуді жалғастырды. Ерлан бұл әдетке бой үйретіп мән бермейтін. Әпкесі Кәмила тұрмысқа шығып, бөлек тұратын, ал Ерлан анасының жанында қалды. Кейде ол анасымен басқа өмір туралы сөйлесіп, оның әкесімен байланысына шын сенетініне көзі жететін. Ерлан қамқор ұл еді, өзі сенбесе де, анасын райынан қайтармады. Осылай тыныштық тапса, сөйлесе берсін деп ойлайтын. Келесі аптада Кәмила келмеген. Ерлан әпкесін сағынып күтті, соңғы кездері олар сирек кездесетін. Кәмила Ерлан үшін ең жақын адам, ол дәл соған сенетін. Тұрмысқа шыққаннан кейін әпкесі күйеуімен басқа қалаға көшіп, сырласулары тым сиреген. Сондықтан Ерлан бірге оңашада отырып әңгімелесетін орындарды алдын ала жоспарлады. Кәмила бір аптаға келді. Ерлан мен анасы қатты қуанып түнге дейін әңгімелесті. Таңертең Ерлан жұмысқа кетті, ал Кәмила анасымен клиникаға баруы тиіс еді, анасының тексеруден өтуі қажет. Түске таман бейтаныс нөмірден қоңырау келді. Қалай барып қайттыңдар дегелі тұрған Ерлан қатаң ер адамның дауысын естіді. Сәлематсыз ба? Якушева Кәмила Бақытқызы, сізге кім болады? Ол менің туған әпкем. Не болды? Сіз кімсіз? Ішкі мазасыздық күшейіп, Ерлан ойын жинақтай алмады. Кешіріңіз, қатты қайғырып көңіл айтамын. Әпкеңіз жол апатында қаза тапты. Дәрігерлер қолдан келгенін жасады. Бірақ бас ми жарақаты тым ауыр болды. Машинада онымен бірге егде әйел болған. Кім екенін білесіз бе? Жүрек самайында соғып. Ерлан сұрақтарды әрең естіді, ол анаммен бірге ауруханаға баруы керек еді. Анам ше? Анам тірі ме? Өкінішке қарай, анаңызды да аман алып қалу мүмкін болмады. Әрі қарай ер адам тану рәсіміне келетін мекенжайды айтып берді. Бірақ Ерлан ештеңе түсіне алмады. Талшын Ерланның қатты қиналып жүргенін түсінді. Қайғының 4-ші күні Ерлан тосын түс көрді. Ол кеудесіне дейін жететін биік бидай арасымен қайда, не үшін бара жатқанын түсінбей келе жатты. Кенет анасының дауысы естілді. Ерлан, балам, даусыма қарай жүр, мен сені алып шығамын. Ерлан жан-жағына қарады, ешкім жоқ. Әрі қарай жүрді, жарқыраған күнге қарамастан денесі тоңазып кетті. Бірнеше қадамнан кейін анасы қарсы алдынан шықты, күлімсіреп тұрды. Балам, ана жағымен қай. Мұнда әлі ерте. Және өтінемін, енді ішімдік ішпе. Ол Ерлан келген бағытты нұсқады. Ерлан артына қарады. Анашым, сен қайдасың? Неге кері қайтуың керек? Бұл жақ менің жағым, ана жақ сенің жағың. Саған мұнда болмайды. Анасы оны бұрып, жұмсақ қана итеріп жіберді. Сол сәтте Ерлан оянып кетті. Терезеден күн түсіп тұр, бөлме іші сұрқия, қызық түс. Ішкенді қойдым деп ойлап, осыны Талшынға айтты. Талшын сенбеді. Жаным, жай түс қой. Анасын сағынған соң көрдің. Бәрі миыңда. Ерлан ренжіді. Бірнеше күн бойы ішіп жүрдім, миым істемеді. Бұлай шынайы болуы мүмкін емес. Анамның иісінде сездім. Талшын үндемеді. Айлар өтті. Анасы енді түске кірмеді. Ерлан да ішімдіктен бас тартты. Келесі айда демалыс жоспарлады. Талшын демалуға ұшайық деді. Ерлан келісті. Бағыт таңдап жолдама алды. 3 күн қалғанда анасы тағы түске кірді. Бұл жолы тіпті шынайы еді. Ерлан ас үйде таңғы ас ішіп отырғанда анасы келді. Қарсы отырды. Қолында жолдамалар. Үнсіз көтеріп, ұсақтап жыртып тастады. Анашым, неге? Біз бұл сапарды қанша күттік? Анасы басынан сипап. Ақ көңіл балам, мен саған ренжімеймін. Қазір ұшу қауіпті. Сапарды 1 аптаға шегеріңдер.
Сосын бұрылып дәлізде жоғалып кетті. Ерлан суық терге түсіп оянды. Анашым, деп сыбырлады, бірақ тыныштық. Талшын оянып, қорқынышты түспе, деді. Ерлан үндемеді, таңға дейін көз ілмеді. Бала күнінде анасының әке туралы дәл осылай айтқанын есіне алды. Орындалған. Демек, мұны да тыңдау керек деп шешіп сапарды шегерді. Талшын ренжіді, бірақ Ерлан себебін айтпады, сенбес еді. Курортқа ұшуы тиіс күні Ерланның іші алай-түлей болды. Сапардан бас тартқанына өкінді ме, мазасызданды ма, өзі де түсінбеді. Дәл сол рейспен әріптесі Айдос жұбайы Лаурамен кетуі керек еді. Айдос әуежайдан хабарласты. Ерлан күтпеген себеппен демалысты бір аптаға шегергенін айтып, жақсы демалыс тіледі. Кешке Ерлан мен Талшын фильм көріп отырғанда телефон шыр етті. Тағы бір қызметтесі хабар берді. Айдос пен Лаура мінген ұшақ апатқа ұшырап, тірі қалғандар жоқ. Ерлан бозарып, біз де бүгін сол ұшақта болар едік, деді. Талшын үнсіз қалды. Егер Ерлан сапарды шегермесе, олар да сол рейсте болар еді. Енді мүлде ұшқысы келмеді. Путевкалардан бас тартты. Демалысты достары Санжар мен Құралайдың саяжайында өткізбек болды. Таза ауа, керемет демалыс. Бейсенбі кешке шығып, жұмадағы кептелістен қашпақ. Тапсырылатын азық-түлік тізімін бөлісті де, таңертең саяжайда кездеспей келісті. Ерланның іші тағы алаңдай бастады, бірақ шаршаған шығармын деп қойды. Саяжай 2 қабатты ағаш үй, террасасы, гүл жайнаған палисаднигі бар әсем еді. Қыздар дастархан жайып, бәрі жұлдызды аспан астында кешкі ас ішті. Ерлан мен Талшын 2-ші қабатқа, Санжар мен Құралай 1-ші қабатқа жатты. Бірақ Ерланның мазасы кетпеді. Көзі ілінгені сол еді. Бүгінгі үйге ұқсас үлкен үй түсіне енді. Үйдің түсі ақырындап қараға айналды. Ерлан жақындап қабырғаға қол тигізгенде үй күл-талқан болды. Үйінді арасынан Санжар мен Құралай көрінді. Кенет біреу иығынан түртті. Ерлан, балам, тұр. Кәмиләнің дауысы. Кәмилә. Мен ұйықтап жатқан жоқпын ғой. Жоқ, сен ұйықтап жатсың. Тез тұр, бәрін құтқара алмай қаласың. Қатты itергенде Ерлан шошып оянды. Бөлмені түтін басыпты. Ол дереу Талшынды, кейін достарын оятты. Олар сыртқа жүгіріп шыққанда ағаш үй лапылдап жана бастады. Өрт сөндірушілер келгенде үй әлдеқашан күлге айналған еді. Қыздар жылады, жігіттер үнсіз тұрды. Ерлан көкке қарап, бізді қорғайтындарың үшін рахмет. Мен де сендерді жақсы көремін, деді. Сосын сапардың неге кейінге қалдырылғанын бүгінгі түсті айтып берді. Сену қиын, сенбеу мүмкін еместі. Бәрі аспанға қарап, сыбырлап, рахмет саған, Кәмилә.